Сәлем балақай. Қалайсың? Жүр отыр, үйіңе апарып тастайын. Қай жерде тұрасың? Осы жақын жерде тұрам. Осы көшеде ма? Үйің қайсы? Үйіміз қой, вагонда тұрамыз. Осы жерде тұрасыңдар ма сонда? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Сіздермен танысуға келдік. Жаңа Бақтияр бізге вагонда тұрамыз деді. Осында вагон ба? Иә, вагон міне. Өздеріңіз қаптап ағасыздар, Аха. Мына вагон ғой. Іші вагон, сіздің қаптап алдық. Мына жерге тамақ істейміз. Масудаларымыз осы жерде тұрады. 9 баламен. Жаңа баланың саны көбейген сайында қиындау болады ғой. Бір бала, 2 балада білінбейді енді мынандай. Жетіп ішіне керек, 7 балаға дейін білінген жоқ. Мына егіздерім босанғанда білінді ғой маған, потому что бұлар шалабай болып туылды ғой. Әр қиыншылықтың артында бір жеңілдік тұрады. Осы 9 баланың несібесіне Қарекет қорынан сіздерге тағы бір баспана. Түсіндің бе? Осы 2 баланың несібесі, балаларыңыз ауырмасын. Енді бұндай вагонда тұрмайсыңдар балақайлар. Үлкен өздерінің үйлеріне көшесіңдер. Құрасынап кет. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Ал дәл қазір енді барлығымыз бірге сіздердің жаңа баспаналарыңызға барайық. Алшылықтай тұрамыз, сен тұрғандай ай, күндіз тұрғандай, отқа тұрғандай, айналайын көзімнен ашып жұмғандай, бекзаттарым ай, шекшаттарым ай, шекшат болып олыма келсатқаным. Қарекет қайырымды қорының атынан жаңа баспана. Сөз көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайсың, әр қазақ менің жалғызым, байыса қазақ байысын. Байыса қазақ байысын. Байыса қазақ байысын. Атаның ой қазының мақтаныш. Қарекет қорына үлкен рахмет. 9 балалы, көп балалы отбасына үй беріліп жатыр, үлкен сауапты екен, керемет. Маған қатты ұнады, әсіресе зал қатты ұнады. Зал кен екен. Біз өте бақыттымыз. Енді достарымды үйіме ұялмай шақыратын болдым. Туған күнді тойлап өткізетін болдым. Не деймін? Қарекет қорына табыс тілеймін. Әрқашанда осындай жақсылық істер жасай беріңіздер, Алла разы болсын. Сіздер үшін бүгін осындай Мереуша кондитерлік үйінен сіздерге өз қолымен осындай торт жасап алып келдім. Қоныс құтты болсын деген. Және балаларға осындай тәтті шашу. Қазағымның ешқандай баласы қиналмаса екен, ешқандай баласы жыламаса екен, осындай үлкен баспана барлық отбасыға жұғысты болсын. Қарекет, халықтың қоры.